Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Сіздерге айта кеткім келгені, мынау Қытайдан ерлі зайыпты атпенен келді деген бүтін телеарнадан тартып интернет шулап жатсыздар ғой. Қытайдың шпионы, тағы не дейді басқа дегендей, Қытайдың туын көтерген деген сияқты әңгімелер шығып жатыр. Негізі мен өз түсінігім бойынша сіздерге түсіндіріп берейін. Олар Қытайдан олардың мақсаты Қытайдан Астанаға атпен келу. Оларға Қытай үкіметінің рұқсатын бергені үшін, Қытай үкіметінің қолдағаны үшін олар ешқандай кінә жоқ. Олар просто мақсаты атпенен келу болды. Бұл жерде әңгіме сол арқылы Қытай үкіметі Қытайда жатқан қазақтарда еркіндік бар, бұларда концлагер жоқ, келем десе келеді, керек десең атпенен келіп жатыр дегенді халықараға тықпаламақшы. Оны біздің қазақтар көрді, сосын құрыққа сырық жалғап, айғайға қиқу қосып шулап кеттік қой біз. Телеарнаға дейін шулап, басымызға көтеріп, мойнымызға көтеріп, негізі бұл менше артық деп ойлаймын. Біздің Қытай үкіметі өз түтінімізді арзан қол ыртың жыртыңға құмар екенімізді біліп, өз майымызды өзімізге қуырып жатыр ғой қазір. Ойлансаңыздаршы. Ол келген қазақтарды жамандамай ақ қойыңдар. Ол қазақ өзің сияқты жай халық, сіз сияқты, мен сияқты оны жамандап керек. Ол өзі де түсінбейді. Өзі де түсінбейді. Ой, осы жерде саясаттың құрбан болып кетіп жатқан. Оған мүмкін хайп жинағысы келген шығар. Тек қана оның мақсаты сол. Түсініңіздер ағайын. Біз өз майымызды өзімізге қуырып жатыр қазір.